Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен қолөнер арнасы. Бүгін сіздерге моншақтан жүрекше жасап көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Бізге қажет заттар 0,8 размердегі күлгін түсті моншақ және де 0,4 размердегі леска қажет болады. Біз осы лескамен жүрекшемізді тоқитын боламыз. Және де осы лесканы кесуге арналған арнайы қайшы. Осылармен жұмыс жасайтын боламыз. Ең алдымен лескамызды өзімізге керегінше етіп қиып аламыз дағы. Осы лескамыздың екі басын бірдей етіп ұстаймыз. Енді осының бір жағына 4 моншақ өткіземіз. 4 моншағымызды бірден өткіземіз. Екі басын бірдей қылып ұстап, моншағымызды лескамыздың ортасына қарай апарамыз. Мінекей, енді соңғы тұрған моншаққа біз крючок жасаймыз. Екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткіземіз. Сонда біздің моншағымыз жылжып кетпей бір орында ұстап тұрады. Мінекей, қараңыздар. Бізде осындай крючок пайда болды. Енді осы крючокты моншақтың дәл ортасына кіргізіп жібереміз. Сонда көрінбей тұрады. Енді екінші қатарды тоқимыз. Ол үшін бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ өткіземіз. 2 моншақ тұрған лескамыздың соңғы моншағына крючок жасаймыз. Тура жаңағыдай қайталаймыз. Екінші жақтағы лескамызды осы ортасынан өткіземіз. Қатты тартып, крючокты моншақтың ортасына кіргіземіз. Мінекей, бізде уже 2 қатар аяқталды. Үшінші қатарды да дәл осылай тоқимыз. Бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ өткізіп, крючок жасау арқылы жаңағыдай қайталаймыз. Міне қараңыздар, бізде 3 қатар аяқталды. 4-ші қатарды тоқитын кезде мұқият қараңыздар. Бір жақ лескамызға ғана 1-ден 3 моншақты да өткізетін боламыз. Біз осылай жасау арқылы бұрыламыз. Екінші жақтағы лескамызды осы крючоктың ішінен өткіземіз. Мінекей, біз бұрылдық, қараңыздар. Міне бізде 4 қатар болды. Енді бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ өткіземіз. Екі моншақ тұрған лескамызға крючок жасаймыз. Бекітеміз. Дәл осылай тағы да 2 рет қайталаймыз. Бізден арада 2 болды. Енді тағы да 2 қайталаймыз. Бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ өткіземіз.
Екі моншақ тұрған лескамызға крючок жасап бекітеміз. Мінекей үшеу болды бізде. Енді біз бағанағыдай бір жақ лескамызға бірден 3 моншақты өткізу арқылы біз бұрыламыз. Соңғы моншағымызға крючок жасап бекітетін боламыз. Мінекей бұрылдық. Енді біз астыңғы лескамызға бірден 3 моншақты өткізу арқылы біз жоғары қарай бұрылатын боламыз. Және де біз жоғарыға қарай тағы да бір қатар жасайтын боламыз. Осы жерде мұқият қараңыздар. Мінекей. Енді біз жоғары қарай тағы да бір қатар жасаймыз осының бойымен. Бір жақ лескамызға 2 моншақ, бір жақ лескамызға 1 моншақ салу арқылы біз жоғары қарай тағы бір қатар жасаймыз. Екі моншақ тұрған лескамызға крючок жасаймыз, бекітеміз. Енді қараңыздар, біз жоғары қарай бір қатар жасадық. Енді біз лескамызды төменге мына қатарға шығаруымыз керек. Ол үшін лескамызды төмен қарай өткіземіз. Моншақтардың арасынан өткізу арқылы біз лескамызды өткіземіз. Тағы да өткіземіз. Мына тұрған лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Мінекей лескамызды шығардық. Енді мына тұрған жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткізу арқылы ары қарай тоқитын боламыз. Енді мына тұрған лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Бірден 2 моншақтан. Мінекей бізде лескамызда 3 моншақ бар. Енді біз 1 моншақ өткіземіз осында. Мінекей астыңғы лескамызды астыңғы моншақтан өткіземіз. Және де 2 моншақ өткізу арқылы ары қарай тоқимыз. Тағы да лескамызды астынан өткіземіз. 2 моншақ салып бекітеміз. Мінекей бізде жаңағыдай тағы да жоғары қарай бір қатар жасайтын боламыз. Ол үшін бірден 3 моншағымызды бір жақ лескамызға өткіземіз. Сол кезде біз былай қарай бұрылатын боламыз. Мінекей. Енді осы жерге біз 2 моншақ өткіземіз. Лескамызда 1 моншақ бар. Жоғары жақтағы лескамызға 2 моншақ өткізу арқылы тоқимыз. Сонда бізде мына арада лескамызда байқасаңыздар 3 моншақ бар. Тек қана 3 моншақ, тек осы жерде қана.
Ары қарай жаңағыдай тоқи береміз. 2 моншақ өткізу арқылы тоқимыз. Нарада біз бірден 2 моншақтан өткіземіз және де лескамызға 1 моншақ саламыз. Бекітеміз. Енді лескамызды жоғары қарап тұрған моншақтан өткізіп, 2 моншақ өткізіп бекітеміз. Енді тұрған моншақтан өткіземіз лескамызды. Бізде арада 2 моншақ бар лескамызда. Осыған енді 1 моншақ салу арқылы 3 қыламыз. Тура жаңағыны қайталаймыз. Мінеке. Тоқып болдық. Бізде қараңыздар, осындайдан тағы біреу тоқитын боламыз. Бұл екінші беті. Енді осы 2 бетті бір-біріне біріктіретін боламыз. Ол үшін айналдырып тоқып шығамыз. Ол үшін бір жақ лескамызға 1 моншақ өткіземіз және де екінші бетіміздегі мына тұрған жоғары моншақтан өткіземіз. Тағы да 1 моншақ өткізіп, крючок жасап бекітеміз. Мінеке, 2 бетті осылай бір-біріне теңестіреміз. Лескамызды 2 жақтағы моншақтан өткіземіз және де енді осыған ортасына 1 моншақ салу арқылы айналдырып тоқып шығатын боламыз. Видеоға мұқият қараңыздар, барлығы да өте түсінікті. Мінеке, тағы біреу қайталап көрсетейін. Лескамызды жәніндегі 2 моншақтан өткіземіз және де кез келген лескамызға 1 моншақ өткізу арқылы бекітеміз. Дәл осылай айналдырып тоқып шығатын боласыздар. Міне достар, жүрекшемізді біз тоқып аяқтадық, айналдырып тоқып шықтық. Мінеке, барлық жерін өте керемет болып шыққан. Қараңыздар, бізде осындай жүрекшенің тағы да түрлерін тоқсаңыздар болады. Мінеке, әр түрінен тоқып сыйлыққа берсеңіздер де, болмаса брелок ретінде қолдансаңыздар да өте керемет сыйлық. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған қолөнер арнасы. Қош сау болыңыздар.